Қаламыздың орайында жайласқан нөлбеттегі xaridarımыздың үйлеріне обзор жасау үшін келдік. Бұл xaridarımыз үйлерінің не керек болса бәрше затларын Береке строй магазинімізден алған. Видеоны соңына дейін көрін, ажайып бір обзор болады. Жүрегімді менің сарайып, соң бей паруа өтерсең. Ал ағайындылар, неден басталады білмей жатырман. Пол десек, пол үшін ламинат аған, дивол дейтін болсақ, дивол үшін обой аған, потолок дейтін болсақ, потолок үшін люстра галагерлерден алған. Российский Фулурпан фирмасының ламинатлары аяғымыздың астында тұрған, ал стенамызда, яғни диволымызда болса, супер мощный варианттағы Касабела фирмасының ажайып мраморный варианттағы әнде атачонто аралас болған обойларынан алған екен. Ал төбемізге қарайтын болсақ, адуванчик стиліндағы 1 метрлік ұсындай круглый варианттағы люстрамыздан алған. Люстрамызға 33 штук патрон кетеді. Люстра әнде галагендер бөлмені әжейіп етіп шақтыландырып тұрыпты. Әмде 12 штук ұсындай екеулік болған галагендерінен алған. Арғы тарап кетеді, тағы 2 штук галагендерінен алған. Қалай болған бірінші бөлменің өзінен кішігірім отзывларыңызды жазып кетің комментарияға, пікірлеріңізді. Ал біз кейін бөлмеге кеттік. Нөлбеттегі бөлмеміз. Бұл бөлмеге сәубетлесу бөлмесі деп ат қойсақ болады. Сондай диванларымен бірге сәубетлесіп, тәртлесіп отыра бересіз. Алған бәрше бөлмесіне бірдей обойларынан алған. Алдынан айтып кетейін. Бәрше бөлмесіне сондай супер моющий минимализм стиліндегі атаченто варианттағы мраморный аралас обойларымыздан алған. Ондан тысқары бұл бөлмеге люстра емес, сондай плафонлардан орнатқан. Бөлмеңізге не обязательно люстра қою. Сондай плафонлардан да қойып, бөлмеңіздің шырайына еледе шырай қоссаңыз болады. Әлбетте жанындағы галагерлермен бірге бөлме еледе жақты болып тұр. Бұл тарифкеде пол үшін ламинатларынан алған, сондай розеткілер, включательдер, бәршелерін Береке строй магазинімізден алған. Бөлме вообще четкий болып тұр. Біз нәубеттегі бөлмеге қарай кеттік. Ағайындар, ал бұл тарап асхана бөлмесі. Асхана бөлмесіне кіре беріссе сондай раквиналар бар. Магазинімізден алған раквиналар. 80-лік размердегі раквиналар. Шкаф варианттағы, әмде тартпалы варианттағы раквиналар. Онан тысқары Гупай брендіне тиесілі болған смесителеріміз. Әмде 3 түрлі расцветкеде жанатылған сондай LED айналарымыздан алған. 80-лік размердегі LED айналарымыз. Кімге дұрысында LED айналары, раквиналар керек болса, беймелел магазинімізге келе бересіз. Мен қолым суылып қалды. Ал бұл тарапқа кіре берісті уже асхана бөлмесі. Асхана бөлмесіне обойларынан сондай обойларымыздан алған. Бұлар модерн стиліндегі модерн обойлары. Обой вообще супер болып жарасқан. Ең суперіне келетін болса, хай-тек варианттағы смарт мойкамыз. Смарт мойка дейтіндей артықшылығы бар, себебі бұл мойка ақыллы. Көріп тұрғаныңыздай бұл тарапта стакан жуғысынан мысалы, осылай стаканыңызды жусаңыз болады. Бұл тарапта фери ағызсаңыз болады. Әмде көріп тұрғаныңыздай мүйе палаз өнімдерін салып қойып жусаңыз болады. Бұл тарапта де фонтанчигімізден осылай су ағызып мүйе-сүйелер жусаңыз болады. Ал главныйына келетін болсақ, смесителерді осылай әр тараппен пайдалана бересіз, ағайындар. Бұл көпшілік аял қыздарымыздың арманындағы мойкалар. Онан тысқары бұл тарапте өзіңіз фильтр жалап қойсаңыз, фильтрінің үшін арнаулы смесителерінен де орналасқан. Тағы айтып өтетін зат люстралар. Бұл бөлмесіне сондай диодлармен әмде лампалармен жанатын хай-тек варианттағы 4 штук патроннан ібарат болған люстрамыздан алған. Люстра бөлмеге ажайып жақтылық беріп тұрды. Ондан тысқары жақылдау келің. Бұл жерде двухконтурный Ariston брендіне тиесілі болған котеларымыздан әмде радиаторларымыздан алған. Береке стройда тек қана люстра обой емес, сондай сантехника өнімдерінде таба аласыз. Біз нәубеттегі бөлмеге қарай жол аламыз. Нәубеттегі бөлмеміз санузел бөлмесі. Санузел бөлмесі үшін кафелерді де Береке строй магазинімізден алған. Осындай идеал брендіне тиесілі болған стандартный ванналарды да Береке строй магазинімізден алған. Стоящий варианттағы смесителер, раквиналар. Әмде бұл тарапқа де осындай LED айналарымыздан да магазинімізден алған. Онан тысқары Коко брендіне тиесілі болған унитазларымыз. Бұл тарапта сушилкілері бар, кафелері бар. Бәрше затларын Береке строй магазинімізден алған екен. Ал санузел бөлмесінен шықсақ, бұл тарап коридор. Коридорларына болса, бұл жерге шаңарақ люстраларымыздан алған. 60 диаметрдегі
Сондай 8 штук патронына барат болған люстрамыз, онан сыгара галогенлер, пол ұшынды ламинатлар, есіклер, бәршелерін береке строй магазинімізден алған екен. Ажапамызға оң болсын деп қаламыз. Үйіңіз берекетке толы болсын. Жақсы күніңізде осы қонақларыңыз көп болсын. Ал үйлер қалай болған, люстра, обой, бәршелер қалай жарасқан? Өз пікіріңізді комментарий бөліміне жазып кетің. Біз обзорды жұмақладық. Лайк басың, комментарий жазың, әнді достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпа. Жақсы күнде жолыққанша ағайындар.